Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, дәл кафе ресторандарда жасайтын баклажан мен руккола қосылған салат дайындаймыз. Жасалу өте оңай. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда тағы да басқа өте қызықты, оңай рецепттер бар. Ең алдымен баклажанды жуып тазалап аламыз, сыртын барлығын ашып тазалаймыз. Сосын баклажанды үлкендеу бөліктерге бөліп турап аламыз. Дәл видеодағыдай турасаңыздар өте әдемі көрініп тұратын болады. Майдалап жібермейміз, өйткені қуырғанда баклажанымыз кішірейеді. Сондықтан үлкендеу бөліктерге бөліп турасаңыздар, салатымыз өте дәмді шығады. Баклажандардың үстіне тұзды салып, салқын суды қойып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өткеннен кейін баклажанның суы осылай өзгереді. Баклажандарды қолымызбен жақсылап сығып, басқа ыдысқа аламыз, суны төгіп тастаймыз. Енді біз баклажандарды қуырғанға кляр дайындап аламыз. Баклажандарымыздың қытырлақ болып шығуы дәл осы клярға байланысты. Жұмыртқаға тұзды, салқын суды салып араластырамыз. Үстіне ұнды салып, венчикпен жақсылап комоктары қалмағанша араластырамыз. Біздің клярымыз қанша қою болса, баклажандардың сыртындағы қапталатын қытырлақ қабығы сонша қалың болып шығады. Енді осы дайын клярға баклажандарды аздап-аздап салып, қызып тұрған майда екі шетін қызартырып қуырып аламыз. Міне дәл осы видеодағыдай қызартырып, әдемілеп барлығын қуырып аламыз. Баклажандарды қуырып алған кезде, ыстық кезінде сырты осылай қытырлақ болып тұрады. Әрине бұл салатты кафе ресторандағыдай ыстық күйінде дайын болған кезде дастарханға бірден тартсақ, өте қытырлақ болып, әдемі болып тұрады. Егерде барлығын араластырғаннан кейін біраз тұрса, әрине баклажандарымыз жұмсайды. Баклажанның үстіне руккола, черри помидорын саламыз. Сосын дәл осы видеодағыдай арой деген кисло-сладкий соус пайдаланамыз. Бұл соустың ішінде барлығы бар, өте дәмді. Осы соусты қосқаннан кейін басқа артық зат қосудың қажеті жоқ. Өте дәмді соус болады. Барлығын жақсылап қолымызбен абайлап араластырып аламыз. Қатты араластырып жібермейміз, езіліп кетуі мүмкін. Сосын ыдысымызға әдемілеп салып шығамыз. Негізі бұл салатты араластырмай, бірден ыдысқа руккола, үстіне баклажан, помидорды кетпе-кет қойып, үстінен соусты құйып қойсаңыздар да болады. Үстіне тағы да әдем болып тұру үшін руккола салып, үстінен соустан құйып, күнжіт сеуіп қоямыз. Күнжіт не болмаса, кез келген басқа жаңғақ түрлерінде сеуіп қоюға болады, өте дәмді болып шығады. Осымен салатымыз дайын, сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді салат болып шығады. Кафе ресторандардан еш қалыспайды, жасалуы өте оңай. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен алда қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.